Al Dastur ауылына келдік. Мына жақпен жүрші балам. Жүр. Қош көрдік. Машалла. Мұнда бір деген болып отыр. Мына жаққа келін сүріп отыр. Қазақтың ұлттық дәстүрі. Басқа өңірде білмеймін енді қалай бет ашатынын. Бетіне бір трәкпе кигізіп ашады, бізде басқаша. Балапандарға жұмыс болсын деп бір отбасының баласын шақыра қояйық, келіңіздер. Келіңіз. Керемет. Келіннің бетін ашатын Маңғыстауда жеті қайық өтті. Соның бірі Өскінбай әкеміздің ұрпағы. Қайырлы қолдарыңызға бір қош өнін білдіріп қойыңыздар ағайын. Ассалаумағалейкум, ардақты әлеумет. Той құтты болсын. Келіннің бетін ашу рұқсат па? Рұқсат. Бисмилла. Ал жыршылдарыңызға қиқулап шағып беріп тұрыңыздар. Бұйыртса, бүгін бол көрік. Ағузу деп бастайын, бисмилла сөздің атасы, тәңірді тынбай жад етсең, тірліктің болмас қатасы. Ал келін жан шырағым, жұмыртқадан ақ болғын, сауысқаннан сақ болғын. Құдай қосып мінеке, шамдадың атап болдың. Маңғыстаудың ойында 360 әулие, өлі риза болса тірі байы. Осы әулеттен өткен өлі аруақтарға иіліп енді сәлемет. Сәлеміңді келін әдемет. Жұмыла жұрт біледі, қайнатаңа не тұр, отбасыңның тірегі. Ал мерекем қалай болар деп, қобалжып тұрған жүрегі. Ал ендеше келін жан еркіндейін, атаңа иіліп енді сәлемет. Сәлеміңді Бай-бай. Өйтірақша ма, өйтірақша ма? Ен болмағанда оған. Өйтірақша. Енді келін жүгіріп, етегіне сүрініп, бір тұрып, бір жығылып. Күйеуіңнің анаса енең болар келін жан. Ал ендеше шырағым дәмегүлді янаңа иіліп тұрып сәлемет. Сәлеміңді Шаш. Бисмилла. Тердің бе? Машалла. Ал келін жан шырағым, қадірлі келген меймандар. Бірі айыр, бірі нар, бірі қайың, бірі тал, бірі жая, бірі жал, бірі шекер, бірі бал. Ал ендеше жан осы жердегі жиналған барша ағайындарға иіліп енді сәлемет. Сәлеміңді келін әдемет. Ендігі сөздің кезегі келіп те қапты өзіме. Қатемде болса кешіріңдер ағайын туыс сөзімді. Бетімді ашып отырған, көмейді сөзге толтырған, маған да келін сәлемет. Сәлеміңді келін әдемет. Құтты болсын. Келіннің бетін ашқан Қайырбек ұлдарыңызға қош білдіріп қойыңыздар. Ал ағайындар, осы дәстүр ауылының үлкен ақсақалы, абызы, Қарымыс атамызды ортаға шақырып, Әумин. келіннің батасын алып берейік. Әумин. Алақан жай. Жаратушы құдірет, жаратаудың қамынет, қосылған екі жастарды Зылиқа мен Жүсіптей бір-біріне ғашық ет. Әмин. Бай берен қаршылтен назарыңды салып өт. Тар жол тайға кешуде сүріндірмей алып өт. Ықыласпен дұға тіледім, тілекті Алла қабыл ет. Әумин. Алла қабыл етсін. Келіннің орамалын ауыстырып, майын түтетіп, ырым жоралғысын жасаңыздар. Ал қалайық, біздер бүгінгі дәстүр ауылындағы төбірлі тойымызды қыздырып, әлімізді салып, бейімізді билейік. Келіңіздер. Түсі салтығай бұрымланан, әсің үйде біріндай бұрымданан, ақ ниетпен аттаған
болса Иә. Төреніке шамылдаған Ортаға биге келіңіздер. Етпен аттаған босағасы Ей. Төреніке Балам жерде кәйпет теріп жүр ғой. Бауырсақ шашу болып шашылғандай Қошал жайлы жүзіңде жасырғанда Қандай ғана сезімде болдың екен Ақшымылдар қалдыңнан ашылғандай Қандай ғана сезімде болдың екен Ақшымылдар қалдыңнан ашылғанда Ерке өскен еліңнен елік еді Келін бол деп жіберді сені елің Енең байғыз солған жүр қайсың енді Сен оның ең алғашқы келін едің Енең байғыз солған жүр қайсың енді Сен оның ең Жоқ, тек қазақтар ғой. Анасында ол сенің анасында Сыйлай білген ажыратып шатасың ба Қолдан келсе үлкеннен бақылайық Ықыласы үлкеннің бақасында Қолдан келсе үлкеннен бақылайық Ықыласы үлкеннің бақасында Жоқ, қазақ үстіне 40 күн тойлаған ғой. 40 күн той, 40 күн думан болған, шаршамайды қазақ. Шаршамасын тек. Бізді таңертең зорға тұрдық, намазға да зорға тұрдым өзім. Күш жігері берсін Алла. Ақ қағазда хат жазып қаламалы Жүрек сырып қозғалтып әнге салып Өкілім ай жеңге шай Сағындым сәулем, біз сен ойла. Со қымыз керек болып тұр қазір бұйыртса. Просто за рулем мына бала бар да. Адресті таба алмай қаламау. Оның үстіне мойным ауырып жүр. Көтеру керек. Иә, Ақтау. 15-ші жағынан теңіз жағалауы. Бойдақтарымда келіндер, тым жақсы қазақтың қыздары бар. Мен просто қабырғам бар да. Тойымыздар қарай қара жолға беймен жалғастырамыз. Каналды қолдайық, поделицаны басайық, өзге халық бауырлар көрсін, қуаныш орнасын. Күн күшті болып тұр, машалла болып тұр, машалла. Кешке законной той болады ғой. В общем, дайындалыңдар. Қабырғам үй жинап отыр балдармен бірге. О да сол жақ шығып жатқанда қолына сақина тақ деп. Мен тақпаймын ғой. Шаш өтердік мұндай. Өтір ақша тердік, бірақ оны өзі де ғани береді. Биле, давай. Хап, биле. Хап, биле жаңғар. Мынау дәстүр ауылы. Мұнда ауылдың бірнеше түрі бар. Қай ауылға барайын айтыңдаршы. Баламы айтып отыр ғой. Бір әдемі жас мамашылар көрсе, мама деп бар деп. Шоколадтан қол босамай отыр оны. Басыңыздар шаттанып, қара жорға биіне, қосын барлық делебе, қаңтарасын денеге. Законный түркменский жаргон ғой, типа мощный, дерзкий деген сөз. Бізде енді қасымызда Түркменстан ері қасымызда ғой. Сол сөздер кейбіреулер келеді. Сосын біздің Ақтау қаласын кезінде зәктеп салған кішкене жаргон бар бізде. Иә, қазіргі эфир кешке дейін болады, келіңіздер. Тамақ жағынан қам жемейді, мұнда тегін тамақ жоқ енді, бірақ әр ағай шүйді сатылып отыр тамақтары. Сосын үлкен фуршет бар ар жақтан нән. 20-ға жуық кәсіпкердің тамақтары бар, соны жесеңдер барып. Үлкен сақинады ма, өтіп кетті ме? Жәрмеңке выставка бар, төрт түрі қазақтың ұлттық киімдері, заттары, мұражайлардың төрт түрі бар. 15-ші шағында міне. Теңіз жағалау. Биле жаңғар.
сайынан тұнық деп биле қыздар құраттыр сауық сайран құраттыр жауласыңдар Бүгін болады бұйырса. Тамақ бар, ағаш үйлерде бар. Кәсіп үйлердікі ішінде. Түрлі бұйымдар. Ту ана шетте ақ нан бар, навес бар. Сояқта тамақтың түр-түрі бар. Кешейін мәйше масқара, мұндай адамды көрген жоқ. 100 мыңға жуық адам болды, шығудың өзі қиын. Садыр білмеймін, бірақ келіп қалуы мүмкін. Садыр кеше өзінің бір жеке концерт бар, соған келгенше қазақтың тойы бітпесін, байса қазақ байсын. Түнде 11:30-ға дейін ба, сондай болған сияқты. Нақты білмедім кім келгенін. Бірақ мощный болды, дерзкий, законный той болды. Патологтың патологы, мұндай Қазақстанда болмаған мұндай нәрсе. Білмедім, Димаш кетті ма, кеткен жоқ па. Бірақ бүгін салют болады дейтін сыбыс бар. Рас өтірігін білмеймін енді. Білмеймін, мұнақта бір организаторды көрсем, бір жеке сұрақ қойғым келеді жалпы. Әзірше көрмейді, мұнда кілем бәрі бастық сияқты. Роза көрмейді да, келе салуға етіп. Заңғар жүр. Заңғар, кетіп келе салуға. Так, дәстүр ауылына келе салуға етіп. Ана жерде әдемі нелер бар. Ағаш үйлер бар, сыртымен. Істеген, сурет салған. Қараңыздаршы, қандай әдемі, кілемге сурет салған. Мынау енді Самарқанд, я болмаса Түркістан. Мынау біздің батырлар. Қараш, қандай керемет. Қазір балғам. Күлтегін дейді, көрдіңіздер ме? Әдейі қара салған. Мынау да сол арыстан баб кесенесі дейді. Қараш, қандай. Теңізді қара. Кеттік балғам. Так, онда жат болады. Ана батырлар тұраш. Келіңіздер, апалар. Қоқ көріңіздер, келіңіздер. Жалпы шей орау өнері қазақ халқының қолөнерінің маңызды бөлігі. Шей табиғи, таза, Жеке қарайық қоям. өнім. Иә. Мына жерде баянда ұшық үйренетін, оны да барып үйріп көруге болады. Ши толып көріңіздер, келіңіздер. Мына жерде бір апамыз тоқиды. Ал, көрсетіңіз өнеріңізді. Мына жерде тоқылып отырған шейіміз бұл батшы әйел. Қазір барам. Ұлттық Жүр. құндылықтармен қазақтың қошқармен Заңғар, арғалайық. Ал, жақсы. Ашты.